Барлықтарыңызға сәлем. Тарихта жоспарлы түрде мінсіз орындалған қылмыстар көп. Ал енді мынандай оқиғаны елестетіп көріңіздер. Бір адам бүтіндей ұшақты басып алады. Сол арқылы ақша өндіріп, ұшақтан секіріп кетеді де ғайып болады. Оны сол жағдайдан соң ешкім көрмейді. Қалай ұшақты басып алып, полицияларға ұсталмай кетуге болады? Бұл дегеніміз суға түсіп, құрғақ шыққанмен бірдей емес пе? Олай болса, оқиға қалай болғанын толықтай баяндап берсек, еңбегімізді бағалау мақсатында лайк басып арнамызға тіркеле кетіңіздер. Ендеше, сіздермен бірге QRF ұжымы бүгін біз Дэн Купердің оқиғасын қысқаша баяндап береміз. Оқиға 1971 жылдың 24 қарашасында орын алды. Сол күні Портленд әуежайына қолына қара чемодан ұстаған орта жастағы ер адам Northwest Orient Airlines әуе компаниясының тіркеу кассасына келіп, өзін Дэн Куперді таныстырады да Сиэтлге қарай $20 билет сатып алады. Бортқа көтеріліп, ұшақтың артқы жағындағы орынға отырады. Сағат 14:50-де ұшақ ұшып, 8 минут өткеннен соң Дэн Купер Флоренс Шафнер есімді стюардессаға бір хат береді. Алғашқыда ол хатқа мән бермей, жай ғана қалтасына сала салады. Бұны байқаған Дэби Купер стюардессаға жақынырақ келіп, қағазда не жазылғанын дәл қазір оқығаныңыз жөн болады дейді. Флоренс хатты ашып, Дэннің чемоданында бомба бар екенін, және қажет болса оны іске қосуға дайын екендігін біледі. Содан соң Купер Шафнерден қасына отыруына сұрап, оған тыныш қана чемоданды ашып, бомбаны көрсетеді. Көрсеткеннен соң чемоданын жауып, стюардессаның құлағына өзінің талаптарын пилотқа жеткізуін сұрайды. Оның талабы мынандай еді: келесі жанармай бекетіне ұшақты қондырып, тек қана $20 етіп $200,000 және 2 парашют дайындап қою. Бұның бәрін стюардесса рейстің командиріне жеткізеді. Командир Сиэтлдің аэропортымен байланысып, барлығын баяндайды. $200,000 үшін бұндай тәуекелге барудың не керегі бар? Сол уақыттағы курспен салыстырғанда қазіргі $1,5 миллион. Сиэтл полициясы мен ФБРлер Куперге парашют пен ақшасын тауып беруге уақыттары жеткілікті болу үшін ұшақ әуеде 2 сағаттай айналып жүреді. Ал жолаушыларға техникалық ақауларға байланысты Сиэтлге кешігіп барамыз деп ескертеді. Солай ұшақ Сиэтлдегі әуежайға қонады. Купер снайперлер іште не болып жатқанын көрмес үшін ұшқыштарға кабинадағы шамдарды өшіріп, терезедегі перделерді түсіруді бұйырады. Артқы есіктен талап етілген $200,000 мен парашюттер келгеннен соң Купер жолаушыларды босатады. Жанармай құю барысында ол экипажға өзінің ұшу жоспарын айтып үлгереді. Ұшақ максимум 3000 метр биіктікте, ал жылдамдықты ең төменге етіп, Невада штатындағы Рино қаласына қарай ұшуын бұйырады. Жанармай толғаннан соң ұшақ әуеге көтеріліп, артынан 2 әскери ұшақ түседі. Купер болса бұл туралы хабарсыз еді. Ұшақ кішкене биіктікке көтерілгеннен соң Дэн қалған экипаж мүшелеріне өзі айтпайынша кабинадан шықпауын талап етеді. Кабинадан бір стюардесса Купер беліне бірдеңе байлап жатқанын байқап қалады. Осы уақытта Дэн Купер ұшақтың салонында жалғыз қалған болатын. Арадан шамамен 20 минуттай өткеннен соң құрылғылардан ұшақтың артқы есігі ашық екендігі ескертіледі. Сағат кешкі 8. Дала қараңғы болғандықтан артта келе жатқан әскери ұшақтар Дэн Купердің ұшақтан секіріп кеткенін көрмей қалады. Біраз уақыттан соң экипаж салонға келсе, Купер жоқ. Сағат 10-дар шамасында ұшақ әуежайға қонады. Полицейлер бұл адам жайлы нақтырақ іздестіре бастайды. Еш жерден айғақтар табылмайды. Купер өзімен бірге галстуктан басқасының барлығын алып кеткен. Секірген кезде галстук кедергі жасайды деп ойлаған секілді. Купердің парашютпен қайда түскенін анықтау қиынға соқты. Сол күні Сиэтлдің ауа райы сұмдық болған еді. Олар осындай кезде Дэн парашютпен секіреді деп ойламаған болатын. Полиция қылмыскер осы жерге түсуі мүмкін ау деп сол жерді іздестіреді. Бірақ нәтижесіз. Биліктегілер ол бұрын әскери адам болған деп болжайды. Өйткені ұшақтың артқы есігін ашу мен парашютті қолдану анау-мынау адамның қолынан келе бермейді. Содан соң Дэн Купердің бет-бейнесін фотороботтардың көмегімен салып көреді. Бұл суреттерді ауқымды аудиториясы бар газеттер мен тележобаларға жариялағанымен ешкім оны танымайды.
Полициялар Дэн Куперге ұқсайтын көптеген күдіктілерді табады. Олардың ішінде Ричард Маккой есімді күдікті бар екен. Ол бұрын әскери қызметте жұмыс жасаған. Сонымен қатар Ричард Купердің қылмысынан 1 жылдан соң дәл сол ұшаққа шабуыл жасайды. Ұшақтың ішінде ұшқышты қарумен қорқытып, қолына граната ұстап, жарып жіберемін, егер де маған $500,000 мен парашют бермесеңдер дейді. Маккой талап етілген нәрселерін алып, Купер секілді ұшақтың артқы есігінен секіреді. Бірақ оны келесі күні полициялар тұтқындап, 45 жыл уақыт береді. Ричард 2 жылдан соң темір тордың артынан қашып шығады. Арадан біраз уақыт өтіп, Ричард Маккойды ФБР агенттері атыс кезінде өлтіреді. Бұл Дэн Купер болуы мүмкін бе? Менің ойымша жоқ. Қылмыстан соң Куперді әлі ешкім таба алмады. Сонымен қатар, ол өзімен алып кеткен заттар да көзден ғайып болды. 1980 жылдың 10 ақпанында 8 жасар Брайан Инграм отбасымен бірге Колумбияның өзенінде демалып жүреді. Нақтырақ айтқанда, алдын полициялар іздеу жұмыстарын жүргізген жерден 14 километр жерден 3 пакет ақша тауып алады. Эксперттер бұл Дэн Куперге берген ақша екенін анықтайды. Ақшаның көбі шіріп жыртылып қалған. Ақшалар Куперге қалай берілсе, дәл сол реттілікпен орналасқан. Өзеннен бала $5,800 ғана табады. Ал қалған ақшалар қайда кеткенін ешбір адам білмейді. Бұл дегеніміз, Дэн Купер әуеде апатқа ұшырағандығын, немесе әдейі ізін суыту мақсатында ақшаларды өзенге тастағандығын көрсетеді. 2017 жылы Томас Колберт есімді азамат Дэн Купердің жерге қонған парашютін тауып алады. Ал ол жерде адамның денесі болған жоқ. Демек, Дэн жерге аман қонған секілді. Ғалымдар Купердің галстугына анализ жұмыстарын жүргізеді. Галстукта өте сирек металл түрі кездесетінін анықтайды. Кейбіреулер Дэн Куперді инженер болған деп болжайды. Себебі галстукта кездескен металдар Boeing 2707 атты ұшақта да болған екен. Солай Дэн бұрыннан ұшақтан қыр-сырларын білген. Қазіргі таңда ешкім ұшаққа қауіпті нәрселер алып кіре алмайды. Ұшақтың қауіпсіздік кеңесі жолаушыларды сканер арқылы нақты тексереді. Сол уақыттары жағдай басқаша болған еді. Дэн Купердің қылмысы ұшақты басып алудағы жалғыз шешімін таппаған қылмыс болып тарихта қалды. 2016 жылы ФБР бұл істі ары қарай зерттеуді тоқтатады. Біз солай Дэн Купердің кім екендігін біле алмай кетеміз. Осылайша видеомыз аяқталды. Еңбегімізді бағалау мақсатында лайк басып арнамызға тіркеле кетулеріңізді сұраймын. Дэн Купер қайда жоғалып кетуі мүмкін? Пікірлеріңізді комментке жаза кетіңіздер. Бізде осымен осы. Ендеше, сіздермен бірге болған және әрдайым бірге болатын QRF ұжымы келесі видеоларда кездескенше.